Менің атым Аяру, өнерді сүйемін әрдайым, өнермен достасып, биіктерге самғаймын. Қағаз бен фетр картонды әсем етіп жапсырам. Қиялымды ұштаймын, әдемі бұйым жасаймын. Еңбек етсем ерінбей, жетемін мен жеңіске. Шебер қолым талмайды, өнерімде сарқылмайды. Біз қазақ ауылының композициясын жасаймыз. Менің ауылым, менің туған жерім, мен ауылымды жақсы көремін. Ауылымызға нені бейнелейміз, Аяру? Қой, жылқы, киіз. Ауылымыздың табиғатын бейнелейік. Сырдария өзені бар, Сырдария өзенін бейнелейік. Керек осыны жасау үшін. Қағазы, кепкен гүлдер, қайшы, түзіп, керек. Бірінші киізден бастаймыз. Мынау қарашүйдің сұлбасы. Осы қайшымен қиямыз. Аяру. Мен фетр қағазына ат қиып жатырмын. Мен киізді төрт түлікке дайындап қойдым. Менің әжем күнде қиып жатыр. Қызым, мынау жіп тізбектегі рамкамыз дайын. Осыған қиып дайындаған бейнелерімізді жасаймыз. Жарайды, мен тоқи алам. Ой, өркенің өссін қызым. Ал аспан мен жерді бейнелейміз. Жерді қандай түспен бейнелейміз? Жасыл түспен бейнелейміз. Өйткені жерді гүл, ағаш, шөп өседі. Енді тоқуды бастаймыз. Мен аспанды тоқимын, жерді қызым тоқиды. Қызымыз екеуміз жермен аспанды тоқып болды. Не жасаймыз? Ауылды бейнелейміз. Не қоямыз аспанға? Мынау күннің шуағы. Киізді жасаймыз. Менің ауылымды моншақ, ою, гүл мен безендірем. Аттың гүлін жапсырып жатырмын. Өрнекпен безендірдім. Екеуміз дайындаған қазақ ауылы композициясы. Ауылым туған жерім, мен ауылымды жақсы көремін. Гүлдер, мынау өзеннің ішінде балықтар бар. Мынау ат жайылып жүр, мынау киіз үй, мынау тау, мынау бұлт, мынау жылы күн.